Рилс салған едім ғой, Асылханның сұрағын біраз мынада таныс жағдай болған екен. Бізде тура осындай ситуация болып қалады деген сияқты нәрселер жазыпты. Шынымен де мен кеше айтқан болатым да ол Рилста Асылханға аяғы сұрақ қойғанға мен де түсінбей қалдым, не айтарымды. Хабарласпайсыз ба деп сұраған кезінде номер жоқ па деп қояды. Шынымен де менде номер жоқ екен негізі Асылжанның. Папам звондаса өзі звондайды, звондамаса звондамай қоямыз деп сөйтіп айтқан болатым ғой. Біраз комментарийларды оқып қалдым да, и қазір мына жерге скриндар қоятын боламын. Бала үшін хабарласқанда тұрған не бар деген сияқты сондай нәрсе жазып, сосын шынымен де өзім ойландым. Сағынып жүрген болса, андай салғанда тұрған не бар деп, бірақ менде номер жоқ. Асылжан мамасынан номер сұрайтын боламын. Недавно ауылға барып келді ғой. Сол кезінде телефонмен сөйлескен, кажется, соған үйреніп қалды ау деймін. Даже сағынып сөйлескісі келіп жатыр мына жаққа келгеннен кейін. Балалардың апасына хабарласайын, сөйтіп номерін сұрайын. Шыда алмай жатыр қазір. Бұл кісі қазір сиыр сауатын уақыт қой. Кстати, ауылда сиыр сауып жатқан шығар. Сол үшін қазір біраздан келсем бар. Бірінші апаға звондаймын. Сендердің апаларың Ажима? Ауылдағы апаға звондаймыз да. Сендердің папаның нөмірін сұраймыз. Енді айтып қойдым ғой сендерге, обещать етіп қойдым, сөйлестіремін. Ау. Қалайсыздар? Папа сиыр сауып жатыр. Назерке сен ба? Асылжан номері бар ма? Номер бар ғой, номер бар ма деппін ғой. Асылхан мен Мансұр сөйлескісі келіп жүрсің, сендер номерін жіберші деп айтайын деген ғой. Аха, жіберші, WhatsApp-ын. Қазір жіберетін номер. Сөйлеспейсіз ба не? Сөйлесем ғой, сендердің қастарында отырып сөйлесем. Жоқ, папамен. Сендер сөйлесесіздер, мен сендердің қастарында отырамын ғой. Сөйлеспейсіз ба не папамен? Сөйлесеміз ғой бірге бәріміз. Сізші? Мен де сендердің қастарында отырамын. Жоқ, сөйлесесіз ба папамен? Я не білейін. Алматыда бірінші рет. Не дейсің? Істеме. Алматыда бірінші рет папамен сөйлесейін деп отырмын дейсің бе? Ауылда ғана сөйлесетін дедің? Ал видеомен звондай қал. Алмай. Аудиомен звондай. Настроение түсіп кетті ғой. Абонент временно недоступен. Оставьте сообщение после звука. Былайынан бармай. Өз звондайтын шығар, сол кезде айтамын, жарай ма? Пока ойнай беріңдер, өз звондаса айтамын. Жарай ма? Берге кругложочек жібереміз. Кругложочек жібереміз. Ау деген, жылақсы келіп отыр. Алмай атқанға. Мансұр күтіп отыр, сосын звондау, кругложочек көргеннен кейін. Балалармен видеомен сөйлес, сен сағынып қалыпты. Болды, айттым. Көрдің ғой? Нормально ма енді бәрі? Ма? Все, ойнай бер. Жаным. Жақсы ба? Болды ма, нормально қылдым ба? 15 күнде келем дейді. Мені көтерейік дейді. Бар, ойнай қой болды. Күн санап жүрейін деп тұр ғой, Мансұрды білем ғой мен. Енді ол айтқан уақытында келмесе, болады. Асылхан андай аузындағысын ол айта салады ашық. Кешеде видеода Асылхан еще мені тартып отыр қойшы. Ал Мансұр кішкене андай да. Наоборот, ол ішіне тығып жүреді, даже мына жерде көз жасы андай дайын тұр ғой. Ішіне тығып жүреді, айтпайды оңай ақ, бірақ іште бәрін біледі ғой. Асылханға қарағанда Мансұр біледі негізі бәрін. Еще Асылханға кім айтты саған ажырасу туралы? Ажырасу деген кіп кішкентай бала білмейді. Мансұр айтты. Папамен мама ажырасып кеткен деп айтқан екен. Мәссаған дедім ғой мен. Ажырасқан деген сөзді біледі уже балалар. Ой, осылай.